Күріштің пайдасы туралы бәрі біледі. Бұл дақылға мыңдаған жыл болған. Оны біздің дәуірімізге дейін Азия елдерінде өсірген. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицинаны ұстанатындар мен салмақ тастағысы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Соның ішінде біз күріш қайнатпасының пайдасы мен зияны туралы әңгімелейтін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Күріш суы несімен пайдалы? Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие. Бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжындалған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең бір стакан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап, ағзаны тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан, күріш сұйықтығында селен өте көп. В, Е, С тобындағы витаминдерден, асқазанның шырышты қабығын орап, емдейтін ұлпадан тұрады. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Ол ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады, ағзаны уытты заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуге көмектеседі. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап, атап өткен болатын. Бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Тоқ ішектің қабынуы, іш қатуға бейімділік, жеке төзімсіздік. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стакан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтағышта ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да, суытып, әр 2 сағат сайын ішіңіз. Қайнатпаны қою қылып қайнатуға болады. Ол үшін 5 ас қасық күрішті алтын түсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышқа салып, ұнтақтаңыз. Сосын жарты литр суды жылытып, оған күріш ұнтағын салыңыз да, жарты сағат қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы дайын болған соң суытып, қабылдай беруге болады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецебін қолдансаңыз болады. Дегенмен сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. Бірінші 1 стакан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Үшінші, сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатыңызда бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Күріш суын қалай қолдану керек? Құрметті оқырмандар, күріш сусыны 100%-ға әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стаканның 4-тен 1 бөлігін ішу керек. Бұл сусын сирек немесе жиі ішуге болмайды. Себебі оның әсері әлсіз болады, немесе ол дертті тым қатайтып жібереді.
Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше қасық ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға бір ас қасықтың өзі жеткілікті болады. Бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп, ағза тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш суымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға болады. Сонда шашыңыз үлпілдек жылтырап тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі. Және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңғаларлық емес. Назарларыңызға рахмет, пайдаларыңызға жарасын. Менің арнама тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.